қазгидрометтің мәліметінше 10 және 11 наурызда Қазақстан аумағының басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады. Жұма және сенбі күндері бірнеше өңірде жел мен көктайғақ болады. Қар және қар аралас жаңбыр жауады. Бүгін республиканың шығыс және оңтүстік-шығысында жаңбыр, қар күтіледі. Алдағы 3 күнде республика бойынша тұман түседі. Республиканың басым бөлігінде температуралық фонның айтарлықтай өзгертуі күтілмейді. Тек республиканың солтүстік, орталық, шығыс облыстарында түнде ауа температурасы 5 пен -18 градус аязға дейін төмендейді. 10 наурызда оңтүстікте қар мен жаңбыр түрінде қатты жауын-шашын болады. Кей жерлерде тұман, бұрқасын, көктайғақ болады және жел күшейеді. Ақтөбе облысында түнде кей жерлерде бұрқасын болып, оңтүстік-батыстан жел соғады. Кей жерлерде тұман күтіледі. Ақтөбеде түнде бұрқасын болады. Оңтүстік-батыстан жел соғады. Екпіні секундына 18 метрге жетеді. Ақмола облысында кей жерлерде тұман түсіп, бұрқасын болады деп күтілуде. Оңтүстік-батыстан жел соғады. Көкшетауда жел оңтүстік-батыстан секундына 15-20 метрге дейін соғады. Маңғыстау облысында кей жерлерде тұман, көктайғақ күтілуде. Ақтауда көктайғақ күтілуде. Қостанай облысында кей жерлерде бұрқасын, тұман күтіледі. Қостанайда оңтүстік-батыстан жел соғады. Екпіні секундына 15-20 метрге жетеді. Батыс Қазақстан облысында кей жерлерде тұман, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан соққан жел кей жерлерде секундына 15-20 метр болады. Оралда тұман түсіп, көктайғақ болады деп күтілуде. Қызылорда облысында кей жерлерде тұман, күндіз көктайғақ күтіледі. Қарағанды облысында кей жерлерде тұман күтіледі. Солтүстік Қазақстан облысында кей жерлерде бұрқасын, тұман күтіледі. Петропавлда оңтүстік-батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 15-20 метрге жетеді.